Good day, dear students. How are you? Қайырлы күн, құрметті оқушылар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз 4-ші сынып ағылшын тілі Pupil's Book кітабындағы 124 және 125-ші беттегі жаңа тақырыпты өтетін боламыз. Robots тақырыбы, яғни роботтар деп аталады. Бірінші бізде оқушылар роботтар жайлы мәтінді оқып аударайық. Scientists all over the world invent robots to make our lives easier and more fun. Let's meet some of these fantastic robots. Бүкіл әлемдегі ғалымдар біздің өмірімізді оңай және қызықты ету үшін роботтарды ойлап тапты дейді. Ендеше фантастикалық бірнеше роботтарды көрейік дейді. Бірінші, This cute little robot is Papiro. It's a small robot made of plastic. Бұл сүйкімді кішкентай робот Papiro дейді аты. Ол кішкентай робот пластиктен жасалынған дейді. It hasn't got any arms or legs, but it's got wheels. Оның қолдары немесе аяқтары жоқ дейді, бірақ оның дөңгелектері бар дейді. Papiro understands what you say, talks and moves. Papiro сенің не айтып тұрғаныңды түсінеді дейді, сөйлегеніңді түсінеді дейді, және сөйлейді дейді, және қимылдайды, яғни жүреді дейді. It can control some of the things in your house, like the TV and the washing machine. It can even surf the net. Ол сенің үйіңдегі кейбір нәрселерді басқара алады дейді, соның ішінде теледидар, және де кір жуатын машина, және де ол тіпті желіні шарлай алады дейді. Келесі роботты оқиық ендеше. This robot's name is Asimo. Asimo is made of plastic and metal. Бұл роботтың аты Asimo дейді. Asimo ол пластиктен және металдан жасалынған. It's got arms and legs and there are many things it can do. Оның қолдары және аяқтары бар дейді, ол көптеген нәрселерді жасай алады дейді. It can walk and stand, body language, help people carry things, dance and climb up and down stairs. Ол жүре алады дейді, адамның денесінің тілін түсінеді дейді, адамдарға көмектеседі дейді, заттарын яғни көтеруге және билейді, секіреді жоғарыға қарай, және де баспалдақтан төмен көтеріліп түседі дейді. It can also do simple things at home, like turn off the lights for you before you go to bed. Ол қарапайым үйдегі нәрселерді жасай алады дейді, яғни сен төсекке жатпастан алдын, ұйықтамастан алдын ол жарықты сөндіре алады дейді. Ендеше оқушылар келесі тапсырманы орындайық. Мәтінді түсінген болсақ, exercise number 26, read and write A or B. 26-шы жаттығу оқы және A немесе B деп жаз дейді. Which robot, қайсы робот, біріншіне сұрақ қойған, can speak, қайсы робот сөйлей алады. Бұл жерде A деген, яғни A суретінде тұрған бірінші оққан текстегі робот сөйлей алады дейді. Екіншісін айтқан жоқ, сөйлей алады деп, сондықтан да A деп жазамыз. Екінші сұрақ, which robot can understand body language? Бұл жерге B суретінде тұрған робот, яғни адамның тілін, денесінің тілін түсінетін қайсы робот дейді. Үшінші, which robot can use a computer at home? Қайсы робот үйде компьютер қолдана алады дейді. Бұл жерге оқушылар A роботын жазамыз, себебі A суретінде тұрған робот түрлі нәрселерді басқара алады деген. Мысалы, теледидар деген сияқты жазған. Ол жерде именно компьютерді, яғни белгілі компьютерді жазбаған, бірақ та болған A деп жазамыз жауабына. Келесі, which robot can go up and down stairs? Баспалдақтан жоғары және төмен көтерілетін робот қайсысы деген. Ол бізде B суретінде тұрған робот, яғни B деп жауап береміз. Келесі 27-ші жаттығуда былай деген, find information about a robot from a film, book, etc. Make a project or a PowerPoint presentation, present it to the class, write about its name, description, what it can do. Бұл жерде оқушылар сіздерге
роботтар фильмдегі, кітаптағы, тағда басқа жердегі робот жайлы информация, яғни ақпарат тап деген, және де PowerPoint, яғни презентация жаса деген, және ол презентацияны сыныпқа көрсет дейді, және де оның аты жайлы, дескрипторы, және де оның не істей алатыны жайлы жаз делінген бұл тапсырмада. Яғни бұл жерде оқушылар 27-ші жаттығу презентация өздеріңіз жасауларыңыз қажет, яғни слайд. Келесі бізде exercise number 28, 28-ші жаттығу, look, read and circle. Қара, оқы және дөңгелекте. Сөйлемдерді оқимыз. Сөйлемдер, яғни қай суретті сипаттап тұрғанын табуымыз қажет. Picture A немесе picture B. A суреті ме, әлде B суреті ме? Біріншісінде белгіленіп тұр A суреті деп. Екінші сөйлемді оқиық. There is a robot dancing with a boy дейді. Бұл суретте робот баламен билеп жатыр дейді. Қай суретте қарайық? Ол бізде picture B, яғни B суретінде билеп жатыр. Келесі үшінші, the boy is sitting on the sofa дейді. Бала диванда отыр дейді. Ол бізде оқушылар A суретінде, picture A. Келесі төртінші сөйлем, the robot with the tablet is next to the sofa. Диванның жанында робот, яғни таблет деген бізде планшет қарап тұр деген. Бұл бізде оқушылар A суретінде. Яғни A суретіндегі робот жанында тұр диванның. Бұл жерде сөйлемде next to деген жанында деген. Ал B суретінде ол робот артында тұр диванның. Сондықтан да A суретін белгілейміз. Келесі бесінші сөйлем, the girl with the remote control is in front of the robot with the tablet. Пульт ұстап отырған қыз планшеті бар роботтың алдында отыр дейді, яғни алдында тұр дейді. Ол бізде оқушылар B суретінде тұр көрсетілген. Келесі exercise number 29, think of your own robot, talk with your friend. 29 жаттығу өзіңнің роботың жайлы ойлап, тап деген, және де досыңмен сөйлес деген, яғни ойлан деген өзіңнің роботың жайлы. Бірінші сұрақ қойған, what's your robot's name? Роботыңның аты кім болады? Яғни атын жазуларыңыз қажет бірінші. Одан кейін what is it made of? Ол неден жасалынады? Пластиктан ба, металдан ба, ағаштан ба, соларды жазасыздар мысалға. Үшінші сұрақ, what does it look like? Оның түр сипаты қандай? Мысалы, қолы бар ма, аяғы бар ма деген сияқты соларды жазасыздар. Төртінші сұрақ, what can it do? Ол не істей алатынын жазуларыңыз қажет. Мысалы, жүре алады, секіре алады деген секілді. Осылай әрқайсыңыз оқушылар роботтарыңыз жайлы жазып, өздеріңіздің роботтарыңыз жайлы сұрақтарға жауап бересіздер. Бұл тапсырмада 29 жаттығуда. Келесі 30 жаттығуда over to you. Design your own robot, present it to the class. Өзіңнің роботыңның дизайнын жаса дейді, және оны сыныпқа көрсет дейді. Бұл жерде де оқушылар сіз жасаған роботыңызды, яғни көрсетесіздер, ал 29 жаттығуда оның аты жөнін, неден жасалынатын солының барлығын жазбаша немесе ауызша айтып орындайсыздар. Бүгінге осы оқушылар сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Goodbye, students.